Балақай ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі Қасқыр мен жеті лақ. Ерте-ерте-ертеде бір ешкі болыпты. Оның 7 лағы бар екен. Ешкі шөптің шүйгінін жеп, судың тұнығын ішпекке орманға кетеді. Аналары шыға бере лақтары үйшіктің есігін бекітіп алып, ешқайда шықпай отырады екен. Ешкі кешке келгенде есікті қағып жіберіп, былайша әндетеді екен: Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашқарақтарым, аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр, емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Лақтар есікті ашып жіберіп, аналарын ішке кіргізеді. Ол лақтарын тамақтандырып, тойдырып, тағы да орманға кетеді. Лақтар болса, есікті мықтап бекітіп алады. Бірде ешкінің әнін қасқыр естіп қояды. Ешкі кете бергенде, үйшіктің есігіне келіп, жуан дауыспен әндетіпті: Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашқарақтарым, аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр, емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Лақтар оған былай деп жауап беріпті: Естіп тұрмыз, бұл біздің анамыздың даусы емес. Біздің анамыз нәзік, жіңішке дауыспен айтады. Сен сияқты жуан дауыспен бақырмайды. Қасқыр бұған айла ойлап тапты. Ол ұстаға барып, даусын жіңішкертіп беруін сұрайды. Ұста оның даусын жіңішкертіп береді. Қасқыр тағы да үйшікке келіп, бұтаның арасына жасырынады. Осы кезде ешкі келіп, есікті қағып әндетіпті: Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашқарақтарым, аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр, емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Лақтар аналарын ішке енгізіп, сыртта қасқырдың келгенін, алдап жемекші болғанын айтып беріпті. Ешкі оларды тамақтандырып, тойдырып болған соң, былай деп қатаң ескертіпті: Кімде-кім үйшіктің жанына келіп, маған ұқсап жуан дауыспен не деп әндетсе, сенбеңдер, есікті ашпаңдар, ешкімді кіргізбеңдер. Ешкі кете салысымен, қасқыр үйшіктің алдына жетіп келіп, әнге салып, жіңішке үнмен өлең айтады: Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашқарақтарым, аналарың келіп тұр, сүт әкеліп беріп тұр, емшектен сүт саулап тұр, тұяғыма тамып тұр, жерге дейін ағып тұр. Лақтар жіңішке дауысқа алданып, есікті ашып жібергенде, қасқыр үйге кіріп келіпті. Лақтарды бір-бірден ұстап алып, жеп қойыпты. Тек бір лақ қана пештің ішіне тығылып үлгеріпті. Кешке ешкі үйіне келеді. Қанша әндетсе де, дауыстап шақырса да, ешкім жауап бермейді. Қараса, есік ашық, жүгіріп кірсе, ешкім жоқ. Сол кезде пеште жасырынған лағы секіріп шығады. Не болғанын лағынан сұрап білген ешкі сәкіге отыра қалып, қапаланып жылай беріпті: Қайран менің шұнақтарым, лақтарым, неге есікті ашты екен, алдап жеген қасқыр ма екен? Мұны қасқыр естіп қалып, үйшікке келіп, ешкіге былай депті: Сен мені неге жазықсыз кінәлайсың? Сенің лақтарыңды жеген мен емеспін. Босқа күйініп қайтесің, онан да орманға барып серуендейік. Олар орманға барады. Орманда бір терең ор бар екен. Ордың ішінде алау жанып тұр. Ешкі қасқырға айтады: Қанекей, қасқыр, мына ордан секіріп көрсек қайтеді? Олар секіре бастайды. Ешкі секіріп өтеді. Қасқыр секіремін деп, лапылдап жанып жатқан алауға барып түседі. Отқа тиген қарны жарылып кеткенде, лақтар секіріп шығыпты. Барлығы да аман сау анасына қосылыпты. Осыдан кейін барлығы бірге баяғыдай бақытты өмір сүріпті.